Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен көріп тұрғандарыңыздай тәбетті ашатын ет қосылған керемет салат дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Салат жасау үшін бізге ең алдымен осы видеода көрсетілген заттар қажет болады. Анық мөлшерін осы видеоның астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен етімізді дәл видеода көрсетілгендей етіп, жұқалап турап аламыз. Етіміздің туралу жолы сіздерге түсінікті болу үшін асықпай көрсеттім, сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Етімізді жұқа етіп турап алдық, енді қызып тұрған майға салып қуыратын боламыз. Етіміздің бойынан суы бөлініп шығады, сол суында жай отқа қойып 15-20 минут қақпағын жауып бұқтырамыз. Енді осы аралықта бір сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Теркадан өткізілген сәбізіміздің үстіне кішкене тұз салып, алып қоямыз. Сәбізіміздің бойынан суы шығып, жұмсап тұрады. Енді осы аралықта қиярымызды кесіп аламыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп 4 бөлікке бөліп, сонан соң мен сияқты арнайы пышақтың көмегімен кессеңіздер болады әдемілік үшін. Дәл видеода көрсетілгендей етіп, жұқа етіп бөліктерге бөліп аламыз. Енді болгар бұрышымызды да дәл видеода көрсетілгендей етіп, жұқа етіп кесіп аламыз. Енді пиязымызды да жұқа етіп кесіп аламыз. Мінекей біздің етіміз бойындағы суы тартылып, әдем болып қызарып пісті. Енді осының үстіне жаңағы турап дайындап қойған пиязымызды салып қуырамыз. Және үстіне бір чеснокты ұсақтап турап саламыз. Мінекей пиязымыз осылай сары түске еніп піскенде үстіне дәміне қарай тұз және соя тұздығын салып жақсылап араластырамыз. Тағы отта 2-3 минут ұстаймыз. Осы аралықта қызанақтарымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп, ұсақ етіп турап аламыз. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, менің каналыма тіркеліп алыңыз. Менің каналымдағы видео рецепттер сіздерге пайдалы болады деп сенемін. Мінекей, осымен біздің етіміз дайын болды. Енді бағана турап дайындап қойған болгар бұрышымызды үстіне салып, 1 минут қана қуырамыз. Салатымызға қажетті заттардың барлығын дайындап алдық. Енді үлкендеу бір ыдыс алып, барлығын біріктіретін боламыз. Қияр, қызанақ, сәбізімізді салып, үстінен чеснокты теркадан өткізіп саламыз. Дәміне қарай тұз, кинза, ащы бұрыш және укроп саламыз. Сонан соң жаңа қуырып дайындап қойған қоспамызды үстінен салып араластырамыз. Егер де тұз бұрышы аз болып жатса, өз қалауларыңыз бойынша және қоссаңыздар болады. Және 9% алма сірке суын қосып жақсылап тағы араластырамыз. Менде соя тұздығы аз болғандықтан кішкене тағы қостым.
Салатымыздың түрі әдемі шығу үшін өз қалауларыңыз бойынша ақ күнжіт сепсеңіздер болады. Міне осымен біздің салатымыз дайын. Қонақ келгенде дастархандарыңыздың көркін ашатын салаттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, өте дәмді және көрінісі де тәбетті ашатын салат болып шығады. Сіздермен болған Фариза, сау болыңыздар.